Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Қосмұрбек Әділ Дүйсенбайұлы, ақпараттық технология колледжінде дене шынықтыру пәнінің оқытушысы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эстафеталық жүгіру. Сабағымыздың мақсаты эстафеталық жүгіру техникасын түсіндіру, эстафеталық таяқшаны беру және қабылдау әдісін үйрену. Эстафеталық жүгіру бірнеше адамнан құралған командалардың жүгіруі. Мұнда қатысушылар қашықтықтың өздеріне тиісті бөлігін кезекпен жүгіреді. Бірінші кезеңде тұрған жүгіруші сөреде ұзындығы 30 см, диаметрі 3-4 см болатын эстафеталық таяқшаны алады. Жүгіруші жүгіріп болғаннан кейін таяқшаны келесі кезекте тұрған жүгірушіге береді. Әрбір команданың ең соңғы қатысушысы эстафеталық таяқшаны ұстап, мәре сызығына жүгіріп өтеді. Жеңіл атлетикада эстафеталық жүгірудің мынадай түрлері бар. Стадионда өтетін эстафеталық жүгіру 4x100, 4x200 метр. Бұл классикалық түрі. Кез келген қашықтықта жүгіру және шведтік эстафета, мысалы 800, 400, 200, 100 жүгіру немесе керісінше. Стадионнан тыс жерде өтетін эстафета, мысалы қаланың көшелерінде, олардың ұзындығы қатысушыларының әр түрлілігімен айқындалады. Эстафеталық таяқшаны берудің екі түрлі әдісі бар. Олар эстафеталық таяқшаны жоғарыдан және төменден беру. Сөрелік сызыққа оң аяғын қойып, сол аяққа алды, оң қолды жолға тіреп, сол қолды артқа жоғары ұстап тұрады. Осы қалыпта тұрып, жүгіруші сол иықтың үстінен келе жатқан командалық әріптесіне қарап тұрады. Бірінші кезеңдегі жоғары жылдамдықпен жүгіріп қабылдау ара қашықтығына 9-10 метр қалғанда, екінші кезеңдегі жедел жүгіруді бастайды. Жолдың оң жағымен шапшаң жүгіре жөнеледі. Таяқшаны беру аралығына 2-3 метр қалғанда шапшаң жүгіре жөнеледі. Бірінші кезеңдегі қуып жетіп, таяқшаны нық алақанына салады. Таяқшаны беру сәті. Старттан жүгірген жел аяқ 30 метр ара қашықтықты ең жоғары жылдамдықты үдетуге дағдылануы қажет. Эстафеталық таяқшаны беруші қабылдайтын жүгірушіге таяған кезде хоп деген дыбыс береді. Осы дыбысты естісімен қабылдаушы жылдамдықты төмендетпей, жүгіру ырғағын бұзбай, сол қолды тіс өткен түрде артқа созып, үлкен саусағын сырт жаққа бағыттап, басқа саусақпен бұрыш жасап, таяқшаны қабылдауға дайындайды. Егер таяқшаны қабылдаушы дыбысты күтпей, бір белгілі жерге келгенде қолды артқа тастаса, жақсы нәтижеге жетер еді. Бірақ мұндай таяқшаны қабылдау көп жаттығуларды талап етеді. Осы суретте эстафеталық таяқшаны беру. Эстафеталық жүгіру әдісін үйрену. Эстафеталық жүгіруді үйретпестен бұрын қысқа қашықтыққа жүгіру әдісін үйретіп, сосын эстафеталық жүгіруді үйреткен дұрыс. Оқытудың басты мақсаты дұрыс және белгіленген ара қашықтықта кідірмей тура беру болып табылады. Эстафеталық жүгіру техникасы. Бірінші кезеңде жүгіру аласа сөреден басталады. Эстафеталық таяқша жүгірушінің оң қолында таяқшаны 3 саусақпен қысып тұрып, үлкен сұқ саусақ сөрелік сызыққа тіреледі. Қашықтыққа жүгірушінің жай жүгіру техникасынан айырмашылығы жоқ. Эстафеталық жүгірудің қиындығы жоғары жылдамдықты сақтай отырып, таяқшаны белгіленген ара қашықтықта тура беру. Таяқшаны беру аумағы 20 метр. Эстафеталық таяқшаның қабылдаушы бастапқы 10 метр екпінмен жүгіреді. Бұл ең жоғары жылдамдыққа жетуге әсерін тигізеді. Таяқшаны беруді үйрену үшін мынадай жаттығулар орындалады. Орында тұрып таяқшаны беру. Оқушылар 2-3 лекке тұрады. Артта тұрушы таяқшаны оң қолына алады. Бірінші нөмірлердің бәрі оң қолдарын артқа жіберіп, алақандарын жаяды. Артта тұрған оқушы хоп белгісін беріп, алда тұрған оқушының қолына таяқшаны ұстатады. Ол өз кезегінде келесі балаға береді. Таяқша бастаушыға жеткеннен кейін барлығы да бір мезгілде кейін бұрылады. Және таяқшаны кері бағытта беру басталады. Эстафеталық
таяқша. Назарларыңызға рахмет.